Сәлем достар, эфирде мен Камила. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай тамаша, дәмді, әрі шашылып тұратын палау әзірлейтін боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болуыңыздар. Ең алдымен бізге қалауымызша етімізді алып, турап аламыз және 2 дана үлкен пияз қолдандым. Жұқа етіп барлығын турап аламыз. Осы аралықта қазанымызға майды қойып, отқа қойып қоямыз. Май менде жарты пиалай, аса қатты көп емес, өйткені май көп болғаны ұнатпаймыз. Май қызғаннан кейін етімізді салып, етімізді қуырып боламыз дегенше сәбізімізді турай береміз. Сәбіз менде 2 үлкен сәбіз, сары сәбіз және қызыл сәбіз қолдандым. Бұны да жұқа, ұзынша етіп майдалап турап шығамыз. Барлығын турап болғаннан кейін бірінен соң бірін қуыратын боламыз. Көбісі бірінші пиязды қуырады, ал мен бірінші етімізді қуырып, соңынан пиязды саламын. Пиязымызды 2-3 минут сайын жиі қозғап тұратын боламыз. Пияз толық өлгеннен кейін үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізді де арасында 2-3 минут сайын 3-4 қайтара қуыру қажет. Барлығын қуырып болғаннан кейін дәміне қарай зіре, тұз және приправа қолдансаңыздар болады. Мен дәмдеуіштерді қолданған жоқпын. 700 грамм су құйып, үстін жауып қойдым. Етіміз пісіп шығамын дегенше күрішін жуып, дайындап қоямын. Күрішті 2-3 рет қайтара жуып болғаннан кейін міндетті түрде суға салып қоямын. Сонда палауымыз шашылып пісетін болады. Барлығы бір келкі болып піседі. Міндетті түрде жылы суға салып қою қажет. Сорпамыз қайнап, ет пістау деген кезде күрішімізді салатын боламыз. Күрішті салғаннан кейін оттың астын баяу етіп қойып, ортасынан тесіп, үстіне міндетті түрде пакет жабамын. Сонда күрішіміз бір келкі болып пісіп шығады. Шамамен 15-20 минутта пісіп қалады. Менің каналыма кіріп, көптеген видеолардың рецепттерін көрсеңіздер болады. Оңай әрі тез дайындалатын рецепттерден салып отыратын боламын. Міне менің палауым дайын. Көптеген балалар сәбізін жемейді, сондықтан ең бірінші араластырмай жатып күрішінен алып қалсаңыздар болады. Күрішімізді жақсылап араластырып, етімізді бөлек алып, тағы да 2-3 минутқа демдеуге жіберемін. Міне өте әдемі сары палау болып шықты. Ешқандай бояу, дәмдеуіш қосқан жоқпын. Пияз мен сәбізін жақсылап қуырсаңыздар, өзі-ақ әдемі болып шығады. Палауымыз демделіп шығамын дегенше етімізді турап аламын. Қасына қаласаңыздар, жұмыртқа қайнатып қойсаңыздар да болады. Көк пиязбен әсемдеп дастарханға ұсынсақ болады. Барлық рецепттер видео барысында көрсетіліп тұр және описанияға толықтай жазып кететін боламын. Міне менің палауым дайын. Енді ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсынамыз. Міне бүгін Рамазан айының 2-ші күні болып қалды. Рамазан айын ниеттеніп ұстап отырған әрбір жан Алла сіздерге жеңілдігін беріп, мол сауапты жазсын. Және тілеген дұға тілектеріңіз қабыл бола берсін. Астарыңыз дәмді, өмірлеріңіз мәнді болсын. Лайк басуды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.